Бұл оқиға ылғалды және салқын ауа райында шағын ауылда орын алған. Ауылдың айналасында тек орман және кең дала созылып жатқан. Ауыл тұрғындары бұл жерді қауіпсіз деп санайтын, бірақ үлкендер жастарға әрдайым бір ескерту айтатын. Түнде далада жүрме, әйтпесе тылсым күштер сені өзіне тартып алады. Көптеген жастар бұл сөзді жай ғана аңыз деп қабылдайтын. Бірақ бір түнде бір жас жігіт бұл ережені елемей сұмдық жағдайға тап болды. Жас жігіттің аты Ержан болатын. Ол 20 жасар, ауылдағы қарапайым шаруа отбасынан шыққан жігіт еді. Ержан батыл, кейде тіпті тым батыл болатын. Ауылдағы үлкендердің айтқан сөздеріне сенбейтін, ал әсіресе түнгі дала туралы ескертулер оған күмән туғызатын. Бірде кеште жақын достарымен ауыл шетінде серуендеп жүріп, ол түнгі далаға жалғыз барып қайтуды шешті. Оның достары: "Ержан, бұл ақымақтық. Қариялар айтқанды тыңдаған жөн", деп ескертті. "Бұл тек аңыз. Қорқақтар ғана сенеді бұған. Көріңдерші, мен дәл қазір барып келемін. Еш нәрсе болмайды", деді Ержан. Ол ауылдың шетіне қарай жүріп кетті. Аспан қараңғылана бастаған. Бірақ оның бойында ешқандай қорқыныш болған жоқ. Ол тек өзінің батылдығын дәлелдегісі келді. Ержан үлкен төбенің етегіне жетіп, кең даланың шетінде тұрды. Ай жарқырап, оның алдында үлкен, шексіз қараңғылық жайылып жатты. Бұл дала түнде ерекше қорқынышты көрінеді. Жаңа ғана шулаған құстар үнсіз қалды. Тек алыстан әлсін-әлсін желдің сықыры естіліп тұрды. Айналадағы табиғат енді мүлде үнсіз, тылсым күштерге толы болғандай сезілді. "Бұл не деген ертегі?" деп Ержан күбірледі. "Мұнда түк жоқ." Ол әрі қарай даланың тереңіне қарай жүре бастады. Айналадағы қараңғылық қойындай қалыңдай берді. Аспандағы айда бұлттың астына кіріп, енді түн тіпті қараңғы болып кетті. Ержан біраз жүргеннен кейін әбден шаршағанын сезінді. Ол шеткі тастардың бірінде отырып, демалуды жөн көрді. Жерге жайғасып, демалып отырған кезде айналадағы тылсым тыныштық оны мазалай бастады. Түннің бұл сыры Ержанға кенеттен тым үрейлі болып көрінді. Оған орманның арасынан әлдебір қозғалыс байқалғандай болды. Бірақ ол көз алдында әлденені елестетіп жатыр деп ойлады. Алайда бірнеше минуттан кейін сол жерден әлсіз біртүрлі дыбыс естілді. Бұл дыбыс адам жүрісіне ұқсамайтын, бірақ тым анық естілетін. "Кім бар онда?" Жауап болмады. Ол өз ізіне сеніп, бұл жай ғана қиял деп орнынан тұрды. Бірақ сол сәтте тағы бір дыбыс естілді. Бұл жолы әлдеқайда жақыннан шықты. Ержанның жүрегі дүрсілдеп артына қарады. Бірақ ешкім жоқ еді. Түннің қараңғылығынан басқа ештеңе көрінбеді. Ол тыныс алып, қайта орнынан жылжып, ауылға қайтуды ойлады. Ержан орнынан тұрып, ауылға қарай бет алды. Бірақ ол жүре бастаған кезде артынан біреудің ілесіп келе жатқанын сезді. Бұл сезім оның бойын суық толқындай жаулап алды. Ол жүргісі келді, бірақ тылсым күш оның аяқтарын байлап қойғандай болды. Артқа қарауға батылы жетпеді. Өйткені көзімен көргенде тіпті қорқынышты болатынын сезді. Түннің ішінде оның артынан біртіндеп жақындап келе жатқандай естілген дыбыс өте қатты көбейді. Ержан жүрісін үдете түсті. Ол бір кезде ауылдың шамдары алыстан көрінгендей болды. Оның бойын қуаныш биледі. Ауыл жақын қалған еді. Бірде дәл осы сәтте артында шынжырдың сүйретіліп келе жатқан естілді. Бұл дыбыс жанды тоңдырарлықтай суық әрі жойқын естілді. Ержан жүрегі ақтаттап артқа бұрылды. Ол қараңғылықтың ішіне не көргенін нақты түсінбеді. Бірақ алыс жерде тұрған көлеңке оған тура қарап тұрды. Бұл адам емес еді. Оның бойы тым биік, фигурасы тылсым әрі белгісіз болып көрінді. Оның басы біртүрлі қисайған, қолдары ұзын, әрі сирақтары қисық еді. Көлеңкенің жанында жақындаған сайын Ержан денесі суық желдің қарып кеткенін сезді. "Бұл не өзі?" деді Ержан. Ол қозғала алмай қалды. Бұл тылсым күш оны тұтқындап алғандай, аяғы жерге байланып қалғандай болды. Артынан шыққан дыбыс жақындай түссе бастады. Енді құлаққа әлкімнің бір айқайы және жылау дыбысы да қосылды. Бұл дыбыс жанын кесілді. Ержан қанша тырысса да қашып кете алмады. Оның алдында тұрған көлеңке оған енді толық көрінді.
оның адам емес екенін анық байқады. Басы қисық, екі көзі жоқ, ал бетінен қанды сөл ағып тұрғандай көрінді. Аузы жыртылған, бірақ ешқандай дауыс шығармады. Ол тек Ержанға қарап, оның бойындағы өмірдің соңғы шыққанын сорып жатқандай болды. Ержан бар күшін жинап, бір сәтте қашып кетуге тырысты. Ол жүрегі дүрсілдеп артына қарамай жүгіре берді. Жүгірген сайын айналадағы табиғат оның алдынан қашып жатқандай, дала шексіз ұлғайып бара жатқандай болды. Бірақ ол артта қалған тыртсын фигураның жақындап келе жатқанын сезді. Оның әр қадамы Ержанны естіп шығарғандай болды. Ержан жүгіріп келе жатып кенеттен жерге құлап қалды. Құлаған жері тайғақ және суық болды. Ауыр дем алып көзіне жас тола, басын көтеріп қарағанда алдындағы көлеңке жоқ болды. Ол артқа қарады. Тылсым фигура енді көз алдында тұр еді. Бұл тіршілегенде Ержанның дәл алдында. Оның ұзын қолдары Ержанға қарай созылып, жансыз денесі алға еңкейді. Ешқандай дыбыс шығармай, оның үстіне төніп, Ержанның жанын тартып алғысы келгендей болды. Осы сәтте Ержан өз өмірінің соңғы сәтін сезгендей болды. Бірақ кенеттен ауылдың шетінде тұрған шамдардың жарығы сөнді. Бұл жарықтың өшуі сол тіршіліктің кенеттен жоғалуына алып келді. Ержан есінен танып, қараңғылыққа сіңіп кетті. Ержан таңертең ауылдың шетінде есін жиды. Оның денесі әлсіреген, бірақ тірі болатын. Оның бойында біртүрлі суық сезім қалды. Ал көзінен түскен жарыққа бейімделе алмай біраз жатты. Ол ауылдың шетінде табылғанына таңқылған адамдар бұл оқиғаның мәнін түсіне алмады. Бірақ Ержан сол түннен кейін мүлдем қатты өзгерді. Ол енді далаға шығуға қорқатын болды. Әсіресе түнде. Ауыл тұрғындары оның есі ауысты деп ойлады. Бірақ ол қорқынышты оқиға туралы ешкімге айтпады. Алайда ол өз бойындағы бір нәрсені анық сезді. Сол түнде далада жүргенде әлдебір тылсым күш оны бақылап тұрғанын, оның өзіне тартып алғысы келетінін біледі. Осы оқиғадан кейін ауыл тұрғындары үлкендердің ескертуін тыңдай бастады. Түнде далада жүрме деген сөз енді әрбір адамның құлағында жүрді.